Біздің көзімізге көрінетінің бәрі сәулеленген немесе шағылған жарық болып табылады. Аспанда жарқыраған күн де, қараңғы көшеге жарық беріп тұрған шамдар да, көз алдымыздағы ағаштар, ғимараттар, адамдар мен жануарлар да шағылған жарық. Бұл бізді қоршаған энергияның бір түрі. Адам көзіне көрінетін жарық электромагниттік спектрдің шағын бір бөлігі ғана. Электромагниттік сәулеленудің осы шағын бөлігі біздің әлемді жарыққа толтырады. Көзге көрінетін жарық электромагниттік спектрдің адам көзі қабылдай алатын жалғыз ғана бөлігі. Жарық толқындарының таралуы үшін молекула немесе атомдардың қажеті жоқ. Жарықтың өтуі үшін ондай бөлшектер қажет болған жағдайда күннен келетін сәуле жерге жете алмас еді. Өйткені ол ғарыштағы вакуум, яғни бос кеңістік арқылы өте алмас еді. Ол толқындар жарық жылдамдығымен қозғалып, 150 миллион шақырымды шамамен 8 минут ішінде өтеді. Сәуле жарығының күші толқындардың амплитудасы мен ұзындығына тәуелді болады. Сондай-ақ, ол жарық көзіне дейінгі қашықтыққа байланысты өзгеруі мүмкін. Жарық сәулесі бастапқыда түзу бағытта таралғанымен, бірте-бірте шашырап, күшін жоғалта бастайды. Сондықтан да қашықтық көбейген сайын жарық бәсеңдеу болады. Қашықтық сәуле жарығының күшін, яғни дене бетіне дейін жеткен жарықтың қуатын әлсіретеді. Айналадағы заттардың бетіне түсетін жарық толқындары біздің көру қабілетіміздің негізі. Біз жарық көзінен тараған сәуленің өзін көре алатынымыз рас. Бірақ адам баласы қоршаған ортаны оның бетінен шағылған жарықтың арқасында көреді. Шағылған сәулелер көзге жетіп, ми кескін мен бейнелерді түйсінеді. Мұндай энергия, мейлі табиғи немесе жасанды түрде болсын, біздің тіршілігіміз үшін өте маңызды. Ол бізге көру қабілетін сыйлап, өмір үшін аса қажетті қуатпен қамтамасыз етеді.